Сәлем достар, таңғы асқа өте жылдам дайын болатын 3 қана заттан жасалатын котлет дайындаймын. Ең алдымен кабачкамызды теркадан өткеріп, оған 1 шай қасық тұз салып, араластырып қоямыз. Қайнатылған гречкамызды осылай сетаға салып, ыдысқа қойып қоямыз. Суы ағып, құрғақ болып тұрады. Аскөкімізді турап, майда етіп, тұзға араластырылған кабачкамыз мені суы шығып, дайын болып тұр. Осыны қолымызбен сығып құрғатып аламыз. Нанымызға су құйып, ол 1-2 минут тұрса болды, одан артық тұрудың қажеті жоқ. Бұны да қолымызбен құрғатып аламыз. Осылай дайын болған 3 затымызды ыдысқа салып араластырамыз. Оған қоса крахмал, тұз, бұрыш, приправа, чеснок қосып араластырамыз. Қамыр сияқты осылай илейміз. Бір-біріне жақсы жабысу үшін. Қорыған кезде былай шашырап кетпейді. Жұмыртқамызды жарып, кішкене тұз сеуіп араластырамыз. Осылай котлеттерімізді домалақ шариктап, өзіңіз қалайтын формада дайындап аламыз. Дайын болғаннан кейін осылай жұмыртқаға аунатып, майымызды қатты қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға салғаннан кейін плитамыздың астын орташаға қойып қойыңыздар. Осылай қызартып, әдемілеп қуырып аласыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өз каналымда сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міне котлетіміз дайын болды. Таңғы асқа өте жылдам дайын болады. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.